Қайырлы кеш, қымбатты көрермендер, эфирде Туған жер бағдарламасының кезекті шығарылымы. Қадірлі көрермендер, Солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы қазақ әдебиетінде өзіндік із қалдырған сөз зергерлері Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсіреповтей нар тұлғаларды дүниеге әкелген топырақ. Қымбатты ағайын, бүгін біз сіздерді Жаңажол ауылындағы Ғабит Мүсіреповтің музейімен таныстыратын боламыз. Олай болса, назарларыңыз Қызылжар телеарнасында болсын. Қазақстанның халық жазушысы, академик, социалистік еңбек ері Ғабит Мүсірепов 1902 жылы Жамбыл ауданы Жаңажол ауылында қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. 1926 жылы ол Омбы қаласындағы ауыл шаруашылық академиясында білім алады. Ал 1938 жылдары баспасөз саласында әртүрлі жауапты орындарда қызмет етеді. Аты жер жаратын қара сөздің қаймағы Ғабит Мүсірепов қазақ әдебиетінің барлық жанрларын дамытуға көп еңбек сіңірген көркем сөздің хас шебері. Сөз зергерінің Ұлпан, Қазақ солдаты, Оянған өлке романдары мен әйгілі Қыз жібек либреттасы және басқа да шығармалары бүгінде өзіндік бояуын жоғалтпаған, жазушының ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан асыл мұрасы. Қаламгердің 1968-1985 жылдар аралығында тұрып, жемісті еңбек еткен үйінде Жаңажол ауылында 1991 жылы Ғабит Мүсірепов әдеби мемориалдық музейі ашылған болатын. Кешен 2 бөлімнен тұрады. Әдеби бөлімде жазушының өміршең туындылары, қолжазбалары, сөз зергеріне арналған құттықтаулар көрмеге қойылған. Келушілер назарына ұсынылған әдеби шығармаларының қатарынан Ұлпан романын, Тұтқын қыз повесін көруге болады. Тағы бір айта кетерлігі, бұл тарихи кешен биыл Солтүстік Қазақстан облысының киелі жерлерінің картасына енгізілген. Қадірлі көрермендер, Ғабит Мүсіреповтің музейінде 415-ке тарта экспонат қойылған. Оның қатарында яғни жазушының киім-кешектері, жеке тұтынған заттары және де мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай түрлі фотосуреттер. Сондай-ақ тағы да бір құнды заты ол мінекей машинка жазу. Бұл жерде бұл осы машинкамен Ғабит Мүсірепов талай туындыларды дүниеге әкелген. Ал экспозициялық бөлімде сөз зергерінің күнделікті тұрмыста қолданған жеке заттары мен қазақтың ұлттық салт дәстүрінен сыр шертетін түрлі бұйымдар және музейге сыйға тартылған заттар қойылған. Жазушының жеке заттарынан құралған мына этнографиялық бұрышта сөз зергерінің бөркін кездестіруге болады басына киген, және де әрбір қазақтың төрінде тұратын біздің қара домбырамызды да мінекей Ғабит Мүсіреповтің үйінің төрінде болған екен. Және де жазушы қолының бос уақытында әрдайым осы домбыраны алып күй шерткен көрінеді. Экспозициялық бөлімдегі ең көне жәдігерлердің бірі жазушыға бала күнде сыйға тартылған ер сүндет. Оны қаламгерге кіндік әкесі Жүсіп сыйлаған. Бұл ер сүндетке бір ғасырдан астам уақыт өтіп отыр. Себебі бұны Ғабит жазушының 5 жасында кіндік әкесі Жүсіп деген шебер әдей арнаған. Өгінде мұсылмандар балаға мұсылмандық белгісін саларда, яғни сүндеттеуде, осы сүндет дегеннен кейін осындай арнайы ер сүндет ашамай жасайды екен. Ол не себебі балам, сен сүндеттейміз, саған мұсылмандық белгісін саламыз, себебі сен одан кейін мектепке барасың, ер жетесің, үлкен жігіт боласың деген екен. Сосын баланы сүндеттегеннен кейін осы ер сүндетке отырғызып атқа мінгізіп, ал балам, міне сен ер жеттің, осы атша шабатын бол деген екен қазақ халқымыз.
бұл ерсіндік ешқандай осы ағаштан ғана жасалған. Мынау енді бір-екі шеге, бұл бертін кішкене шашылып қарағаннан кейін бір-екі шеге тағылған. Осы Жүсіп деген кіндік әкесі осы ағаштан түйін түйген шебер кісі болған екен. Осы сол музей ашылғаннан бері осы ерсіндік біздің мұражайда сақталып тұр. Ғабит Мүсіреповтің немере қарындасы осы Жаңажол ауылында тұрады. Ол Ғабеңнің жүрегі кең, ауылдастарына қамқор бола білген жан екенін сөз арасында тілге тиек етті. Ғабит атамыз ауылға келгенде ұлан асыр той болып жатады. Онда үлкен кісі деген көп. Үлкен кісілер бізге жол бермейді ғой. Біз баламыз. Сөйтіп мәз-мәйрам болып қалатынбыз той болып. Енді сол кісінің жақсының өзі өлсе де аты өлмейді, артында жазған хаты өлмейді демекші, мінекей. Әлі күнге сол кісінің атын атап жырын жырлап жатырмыз. Өзіміздің ауылымыздың мақтанышы, өз бетімен кетіп, оқуға түсіп, өзінің атағы әйгілі болды. Содан кейін ауылдастарына қамқор болған. Әке шешем кетсе де, енді мен өзім сол осында Әшім ағайдың баласы бар. Келін баласымен жақсы қыздары келгенде шақырысып, араласып тұрамыз. Ғабит Мүсірепов ана тақырыбында көп қалам тербеген жазушылардың бірі. Қара сөзді жаны сүйетін сөз шеберінің жерлестері жазушының шығармасынан алынған ана туралы монологтарды нақышына келтіріп, ана образына еніп, аса зор тебіреніспен оқып берді. Менің атым әйел, мен мына қыздың анасымын. Бәрің анадан тудыңдар. Ана мен алыспайды да, атыспайды да. Не бар еді менің жалғызымда? Мен мына қыздың шешесімін. Қызым қазір 15-те. Дәл қызымның жасында өзімде сергелденге ұшырап едім. Соның су қызғар табанынан, қара таңбасы маңдайымнан әлі кеткен жоқ. Елім дейтін елім бар дейсің бе? Сай-сағалап, өзен жағалап бір ауыл бар еді. Сол ауылдың ішінде Сонар дегеннің қызы едім. Қызымды беріңдер. Берсеңдер, тірі қайтам. Бермесеңдер, өлі алып қайтам. Сәлем де ініңізді іздеп келсін. Келмесе, сорлы баян деген өлсін. Көңілім кетті қозыға, жаным мұнда. Айтқан сөздініңіз қабыл көрсін. Құдай-ай, сапарыңа дем бере көр. Ақерке ау, жылдамырақ жөнеле көр. Бота сөлген бозынген алып келдім. Мен баян, тал отындай жанып келдім. Қодар қылды құдыққа құлаттым да, аза тұтып басыңды налып келдім. Жесір қатын, жетім бала болып қалғаны, сіздердің алдарыңызға талай өтініш сұрап келер әлі. Соның бірін қазір айтып қалғым келеді. Енді 3 жылдан кейін жалғыз қызым отауесі дейтін кемеліне келіп қалады. Мен қызымды еш қайғызатқым келмейді. Есенейден қалған жалғыз тұяқ жат, елдік болмай-ақ қойын демедім. Келеуақ қызыма тең. Бір ұлы Есенейдің шаңырағына қия қалса, оң жағыма кіргізіп алар едім. Есенейдің шаңырағына қызым мен күйеуін ие қылып, өзім басқа өмірге мойын бұрмай, немеремді тербетіп отыра берсем ау деген арманым бар. Сибан өз ішінен қыз алыспайды. Келе уақытында ортасына салып отырғаным сондықтан. Бөжікен, мен жалғыз қуанышым ғой. Музей қабырғасында түрлі әдеби-мәдени шараларда жиі өткізіліп тұрады. Тарихи орынды келіп тамашалаушылар қатарда жыл санап артуда. Мәселен, биыл көрмеге 700-ден астам мейман экскурсия жасаған.
Бұнда біз көптеген ағартушылық, мәдени үлкен шаралар жасаймыз. Мынау үлкен қазағымыздың ұлттық нелері, мейрамдары өтіледі. Бізде дөңгелек үстел, әдеби кеш. Биыл Ғабит Мүсіреповтің 115 жылғы бізде үлкен көлемде аталып өтті. Біз 22 наурызда ұлыстың ұлы күні туғандықтан осы екі мейрам біз бірге өткіздік. Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша көптеген саяхатқа мектептерден келді, және осы туған жер бағдарламасымен көптеген қонақтар көп болды. Енді осы 390-да енді жыл аяқталған жоқ, 700-ден астам бізге көрушілер қатары көп болды. Мен бастауыш сыныптарда Ғабит Мүсіреповті өткен болатымын. Ал 7-ші сыныптарда оның шығармаларымен танысқан болатымын. Ал қазір 8-ші сынып оқығанда осы музейге келіп, оның шығармаларын өз көзіммен көріп, таныстым. Ары қарай тереңірек білдім. Мен осы музейге келгеніме қуаныштымын. Осы демалыстар арасында осы музейге келіп отырмыз. Осындай бабамның барына мен қуаныштымын. Мен осы мектепте бүкіл балалық шағымды өткіздім. Осы ауылда, осы мектепті сағына отырып, әр жас сайын, әр каникул сайын осында келемін. Мен осы жолы, Алла бұйырғандай, осы музейге, осы өз ауылыма дана кісімен таныстыруға өз сыныптастарымды алып келдім. Қадірлі көрермендер, бағдарламамыздың бүгінгі санын осымен аяқтаймыз. Ғабит Мүсіреповті мақтаудың қажеті жоқ. Ғабит Мүсіреповпен мақтану керек деген екен академик Зейнолла Қабдолов. Қадірлі көрермендер, ұрпақтан ұрпаққа жалғасқан сөз зергерінің асыл мұрасын әрдайым халқымызға насихаттау біз үшін парыз. Қадірлі көрермендер, эфирімізде Туған жер бағдарламасының келесі шығарылымында жүздескенше аман сау болыңыздар.